Ой жандарым, қыздарым, бақыттарым менің байлықтарым, жандарым менің құлыншақтарым, қалайсыңдар, еркебайларым менің, жандарым, қалай жағдайларың, жандарым? Таңертең қалай тұрдыңдар? Аман есен өрдіңдер ме, қыздар? Мен де пилатеске келіп отырмын, ертерек келдім, чтоб сендермен кішкене амандасайын, сауласайын, сендермен еркелейін, бірге қуанайын, бірге жүрейін. Менің инста әлемім, аман жүріңдер, жандарым, бақыттарым, байлықтарым. Сендер де мен сияқты бақытты болғыларың келеді. Мен де сендер сияқты бақытты болғыларың келеді. Сендер де мен сияқты керемет ана болғыларың келеді. Керемет әже болғыларың келеді. Керемет келін болғыларың келеді. Керемет ене болғыларың келеді. Кім керемет болғысы келмейді? Бірақ сол керемет болуға әсер ететін кішкене негативный энергия. Енді өмір, қыздар, өмір кереметтей өмір. Қазір мен басқа немді киіп алайын. Өмір кереметтей тамаша бола бермейді, қыздар. Бірақ өзіміз тамаша қыламыз. Біз өзіміз тамаша қылуымыз керек, қыздар. Өзіміз тамаша қылып алу өз қолымызда. Жұрт айта береді. Жұрт айта береді, қыздар. Жұрттың көңілінен шығу өте қиын. Пассивный болып жүрсең, ой, мына бұлшыраған бірдеңе дейді. Активный болып жүрсең, арақ ішіп алып, билеп жүрме. Мынау құтырған қатын, конечно, құтырады. Анандай бай болса, анандай машина болса, анандай дүния болса, оның бәрі маған оңайлықпен келген жоқ. Байда маған оңайлықпен келген жоқ, қыздар. Әр итердім, бері жықтым, өзімнің условиямды қалайда жігіт кезінде, өзім қыз кезімде бәрін жасап алдым, қыздар. Сондықтан мен айтатыным сол ғой, күйеуге шығарда қыздар өздеріңнің жаңағы нелеріңді жасап алыңдар, өздеріңнің арман мақсаттарын жасап алыңдар. Мен өзім кемпір шалмен өмір сүрдік, өзім кие алмай, шалмай, мамам бәрін кемпір шалға берді, и біз кие алмадық, шалмадық, кемпір шалдың қолына түскен ақша шықпай қалады. Содан мен түйдім. Болды, мен кемпір шалмен өмір сүрмеймін. Сосын маған мама, папа дегізбеді. Апа, көке дегізді. Сондықтан мен солардың бәрінен ата-анамнан алдым. Неге, мысалы, мен өзімнің ішімнен шыққан баламды мама дегізбеймін, неге папа дегізбеймін деп. Содан енді өзім әже болғаннан кейін қанша бірге тұрама, бөлек тұрама балдар, бізді әже, ата, это же красиво. Ата, әже дегізу керек, қыздар. Барып алып, мен біреулер кеше бір тойларда отыр, ақ мама дегізем мен. Ана өзінің мамасы, өзінің мамасын папа мама дейді. Мені ақ мама дейді. Какие эгоисты, да? Ақ мама хотят. Так что мен ақта дегізбеймін. Жаңағы, енді ақ мама дейтіндер бар біздің ауылда. Оны енді ана қайнымның әйелі бізді ақ мама дегізіп қойды. Ол енді әрине кішкене көмек беріп отқасын, жаңағы кішкене көмек беріп отырғасын айтқызғаны болар деп ойладым. Ақ мама дегізет, мен өзім соған қысылам. Ақ мама дегенде, как-то мен аққа саймын ба, соған сай болайыншы деп тырпақтаймын. Енді негізі ақ дегендерді бір выше қылғанды мен өзім жақтырмаймын. Өйткені менің қай жерім артық өзінің шешесінен. Өзінің шешесі ғана ақ болу керек. Өзінің анасы ғана 9 ай көтерген, өзінің анасы ғана ақ болу керек деп ойлаймын. Ал енді жаңағы келгенде келіндер мама деп атады, ол енді дұрыс деп ойлаймын. Өйткені өзім енемді мама деп кеттім. Сразу өзім мама демесем де, енемді мама деп кеттім. Өйткені өзім мамамнан да үлкен кісі қала берді, олардың балдарының бірде біреуі мама демеген.
енді соңғы жақтар айтқан бір екеуі, қалғандар мама демеген. Бәрі ака деп өздерінің тілдері жеткенінше айтқан ғой. Қыздар эфирді сақтайсыз ба деп жатыр. Кешеде эфирімді сақтайыншы деп әлгі жанталасып қалам анандай. Завершить дегенді басамда тек ана поделиться деп тұрады ғой. Жанып сөніп поделиться деп тұрғанда мен соны басып қалыппын. Мына жақта мен ана айфонда обновление болған ғой, содан кейін бұрын мен мын жағымда тұрды. Енді оказывается мын жақта екен. Мен соны ұмытып қалыппын. 60-қа келу оңай емес қой дейсің. Қыздар солай, жандарым. Солай. Енді маған көп вопрос, күнде түсіп жатыр ғой, енді көп вопрос. Қыздар, ене мен келін. Алла, ене мен келіндер ай, жандарым ай, жарықтарым ай. Ең болмаса біреуің ақылды болсаңдаршы. Неге сонша келінде енді енелер, олар білмегендіктен жасайды біріншіден, екіншіден біліп отырса да, көкіректерін баса алмайды, көкірек етеді. Сондай көкіректері әл бермей жүрген енелерге айтарым. Қыздар, ертең бәрібір өліп қаласындар ғой, енелер. Бәрібір о дүние жақын ғой саған. Не керек еді сонша балдармен тіресіп? Неге сен балаңды бақытты қылуға тырыспайсың? Егер біліп отырсаң, естіп отырсаң позитивті, неге сен соншама тырпақтайсың? Қайда алып кетесің ол көкіректі? Анжаққа алып барып, не істейсің ол? Ана ауылда не істейсің ол көкіректі? Құдай ау, анжаққа барғанда да сұралады ғой. Неге сен көкіректендің деп сол үшін жазаланасың ғой? Неге сен добрый болмадың? Менің тілегім, Алла сұрайды ғой, менің тілегім өміріңе келген адамды бақытты қылу деп айтады ғой ертең. Сонда неужели сендер, енді біреу жазып жатыр, енем шүкір дейді. Енді шүкір енелерге айтып отырған жоқпын. Шүкір емес, көкірегі керген енелерге айтып отырмын. Рахмет, 50 жастағы қыздайсыз дейді. Ура десем, мен мақтаған жақсы көрем қыздар. Сондай мақтаншақпын десем. Содан энергия алам өзімше болып. Бірақ мен анандай өтірік мақтап отыр деп ойламайым қыздар. Почему? Я не знаю. Соған керім мақтанып кетем, күшті болып мақтанып жүрем, бірақ ойлайым, Рая, құтырып кетпе. Біреудің мақтағанына құтырып кетпе деп мен өзімді өзім нетіп отырам. Сондықтан қыздар, енді білмеймін, енді мен өзім білгенімді айтып атқаным қыздар, я? Сондықтан өлгенше добрый болып кетейік. Өлгенше кім болса да, мейлі келін бе ол, мейлі күйеу бала ма, мейлі балдар ма, мейлі көрші көлем бе, мейлі қайын жұрт па, добрый болып кетейік. Бар болса беріп шашып жүрейік. Ақшаңды шашқан сайын Алладан 10-кратным, 100-кратным, 1000-кратным размере келеді қыздар. Одан саспаңдар, одан кеміп қалмайсыңдар. Ал басынып баратқан адам болса, Алла тағала тарс еткізеді төбесінен. Одан саспаңдар. Самый главный, өздерің үшін жауап беріңдер. Өздерің алып жүріңдер. Қыздар ау, жаңа енелер ау, сендерге айтарым. Так, сағат 9:30. Қазір 10-ға 15 қалғанда уже бітіріп тастауым керек. Уже біздің тренеріміз келеді. Мен пилатеске келіп отырмын. Ал солай қыздар, не айтып жатыр едіңіз? Ал мен айтайын дегенім жаңа қыздар, мына келін мен ененің ортасын айтайыншы. Келін дегенде бір от силы 5 жыл, 10 жыл кішкене нете тұрыңдаршы, мәпелей тұрыңдаршы, өз балдарын құсап. Ол қорықпаңдар, ол басынып кетпейді. Басынып баратса, Алла тағала өзі реттеп отырады. Ол Алланың шаруасы. Сенің шаруаң тек доброта, любовь, смирение, сострадание. Смирение дегенен доброта, любовьті білесіңдер ғой. Мейірімділік жасау, қайырымдылық жасау, иіліп бүгіліп жүру. Әлгі өткенде мен бір сөзімде айтып едім. Мен баламның да қас-қабағына қарап жүрем, келінімнің де қас-қабағына қарап жүрем, күйеуімнің де қас-қабағы, менің гармониям кілең. Осы қарамағымда 3 адам бар екен, 4 болып тұрып жатырмыз. Енді ертең немерем келгенше, иншалла, скоро немерем де келгісі келіп жатыр 1-2 айдан кейін. Алла қош көріп, Алла қолдасын деймін. 12 мүшесі сәбиім келсін ортамызға. Соны айтайын дегенім, жаңа сөйтіп айтып отырсам, маған қыздар айтады ғой. Апа, сіз климат контрольсіз ба сонда дейді. Вот, қыздар, сол климат контроль бола білейік бәрімізде. Климат контроль болайық. Сонда сендер ұшасыңдар. Мен құсап, еху деп билеп жүретін боласыңдар. Ай, мен де солай мақтаншақпын дейді. Музыка болған жерде билеп отырамын. Дәл сіздей дейді. О, мои единомышленники. Сосын анандай темный ойламаңдар қыздар. Темной голове темные мысли, светлой голове светлые мысли. Сосын от силы келін деген қыздар, енелер.
келін деген от силы бір 5 жыл, я 7 жыл. Соған дейін оларда обновление клеток болып атады. Өзінің үйінен кетіп, басқа жерге сіңіп кету оңай емес. Сенің әрбір жасағаныңды, бейтіп иіліп бүгілгеніңді, ол өтірік істеп жүр деп ойлайды, қыздар. Это нормальное явление. Оған да, сосын подругілеріне барады, сұрайды. Подругасы айтады, сенің енең қалай? Менің енем, білмеймін, жалпақтап жүреді десе, ана подругасы айтады, ой, это временное явление. Ой, талай сөйтеді, басында сөйтеді бәрі де. Бірақ артынан көресің деп, менің келініме де сөйтіп айтыпты. А мен ерегескенде, мен өлгенше, иншалла. Главное, мен Алламен связьдамын. Главное, Алла менің ақпа қарама көріп отырады. Сондықтан ол өзі убедиться етеді артынан. Бір бітпейтін, әлгі енем айтатын еді маған, бітпейтін раяда күш бар деп. Сол сияқты менде бітпейтін доброта бар. Мен саспаймын. Сосын да болар, Алла Тағала иншалла беріп жатыр. Шүкірмін. Мынандай мәшинені мініп отырмын. Үйім бар. Иншалла, балдарым бар, қызым бар, ұлым бар. Иншалла бәрі, ұл десе ұлым, қыз десе қызым, немереден де бар. Алла Тағала сол ақтығыма беріп атқан шығар, иншалла. Сол неден құтырып кетпейін деп өзімді әлсін неге салып отырам, сабама түсіріп отырам. Рая құтырып баратқан жоқсың ба? Халықтың жаңағы махаббатына масайрап баратқан жоқсың ба? Елдің молодец дегеніне тайраңдап баратқан жоқсың ба, Рая? Очнись, біл, кетпе деп өзім әлсін басып отырамын, қыздар. Солай өздеріңді басып отырыңдар. Енді анандай таракандар көп болады, саған да үретіндер көп болады. Айтады, ой, Рая, сақ бол, ана келінді құтыртпа, ертең басыңа шығып кетеді, ол масайрап кетеді. Жоқ, Алла бар жоғарда. Алла өзі уақытыменен, ананы да, мынаны да өз уақытыменен қысыңқырап отырады. Уақытымен сілкілеп отырады. Одан қорықпаңдар, қыздар. Сондықтан өздерің тек доброта, любовь жасауды біліңдер. Сосын смирение, сострадание деген енді ол балада үйінен келді ау, үйін жерін тастап жүру оңай емес ау. Ол балада кішкене көңілі былай болып қалып бірде жылап отырады, бірде күліп отырар. Сөйтіп Алла Тағала да оны жаймендеп тәрбиелеп отырады. Бірінде подругілеріне барып айтар, бірінде сені жамандар, бірінде біреуіне келінде жаймендеп, анау өзінің енесін айтады, мынау өзінің енесін айтады. Сол уақытта, менің енем шүкір екен ғой, оның қасында, мен құтырмайын, мен осы сабама түсейін деп, солай адам өзі нетіп отырады. Сондықтан адам өзі сабасына түсіп отырады. Алла Тағала өзі реттеп отырады. Енді 5 жыл, 7 жыл деп отырғаным, обновление клеток. Мына 7 жылда адамның клеткалары обновляется. Сол вақыттарда ененің де клеткасы обновляется, үйренеді. Содан кейін баласы келінінікі екенін түсінеді. Сосын оның табысы да келіндікі болу керек екенін түсінеді. Түсінуіміз керек. Шыңғыртып келіннің правасын алып алмаңдар, қыздар, енелер. Ақшасын беріңдер, аманат. Балаңда аманат, келініңде аманат, бәрде аманат болу керек. Сондықтан жабысып алмаңдар, вечно ештеңе жоқ. Жабысып алуға болмайды. Балаңда қалады өлсең, оның ақшасы да қалады өлсең. Сондықтан өлгенше шалқып өмір сүрейік. Тыртайып өмір сүрмейік, шалқып өмір сүрейік. Жайнаңдап, жарқырап, нешеге келсек те еркелеп, шаттанып жүрейік, қыздар. Мына Алланың беріп атқан күніне, айына, ауасына, Алланың беріп атқан көзіне, құлағына, аяғына, Алланың беріп атқан сәбилеріне. Ертең олар да ене болады. Ертең олар да уже ана болады, содан кейін ене болады. Сөйтіп обновление клеток бола береді, қыздар. Одан қорықпаңдар. Құтырып кетпейді. Құтырып кетсе Алла Тағала бар өз уақытыменен салып отырады. Так что саспаңдар, қыздар. Будьте добрым. Будьте любящим. Кім нағыл десе оғыл дей берсін. Көре алмай атырған подругаларың, көре алмай атқан енелер бірін-біріне айтады. Енелер де бір-біріне совет береді. Қой, сақ бол, бүйтіп ұста, дегенмен де деп. Ондай таракандарға берілмеңдер. Дегенмен де добрый болыңдар. Дегенмен де мәпелеп ұстаңдар. Дегенмен де сол
мына 4 качество деп күнде айтамын ғой. Доброта, любовь, смирение, сострадание. Осы 4 качествоға келінде ие болыңдар. Елерде ие болыңдар. Өмірлерің тамаша болады, қыздар. Саспаңдар. Өмір тамаша. Ештеңені бүйтіп ұстап отыра алмайсың. Әлің жоқ, сен Алла емессің. Келінді дұрыстауға, иногда даже өзің балаңда сені өзің тыңдамай атады. Так что саспаңдар, қыздар, саспаңдар. Жандарым, бақыттарым, байлықтарым, не айтып атсыңдар сендер маған? Не айтып атсыңдар? Мына бір күндер мешайт етіп жатыр, бәрін мешайт етіп жатыр дейсің. Так, менің уақытым қаншама? Менің уақытым әлі 10-15 минутта уақытым бар екен, қыздар. Сендердің бір қарап жіберейін. Алла маған да сізде ене болуды бұйыртсын. Я, әрине ене болуды бұйыртсын дегеннен көрі, мен со ененің добротасын шығара білейінші деп жұмыстаныңдар, қыздар. А то сенің идеалың болмай қалса, қырылып жүресің бе? Раяпада емес, менің енем Раяпада емес, оңбаған деп қырылып жүресің бе, қызым? Одан да мен күшті ене боламын. Жақсы келін добрыстарыңмен де енені түзете аласыңдар, қыздар. Добрый болсаңдар ғана енелерің, енді өздерің не егесіңдер, соны ұрасыңдар, қыздар, всегда. Ене бол, келін бол, өздерің не егесіңдер, соны ұрасыңдар. Болды, бір принципте тұрып алыңдар. Қанша көргенсіз болса да келінім, мен бәрібір добротамен жүрем деп ойлаңдар. Қанша енем көргенсіз болса да, қанша оңбаған болса да, мен добрый келін боламын деп өздеріңе мақсат қойыңдар, арман мақсат қойыңдар. Сол уақытта добротамен ғана сендер түзей аласыңдар. Ана айтады ғой, не егесіңдер, соны ұрасыңдар, иә, қыздар? Сендер доброта ексеңдер, бәрібір о кісінің добротасы шығады. Бәрібір о кісінің жақсылығы шығады. Болмаса Алла тағала өзі добротаңа білмеймін, ол қалай алып келетінін білмеймін. Добротаны келтіреді бәрібір, қыздар. Сол доброта, любовь, смирение, сострадание. Осы 4 качествоны егеріңдер, меңгеріңдер, қыздар. Так, не айтып атсыңдар, жандарым? Бір кезек сендерге де көңіл бөліп қояйын. Так, менің енем жақсы келіні болды. Мен енемнің жақсы келіні болды. Молодец. Маған не айтасыз? Менде енем жоқ. Кейбір кезде қиындау, қолдап қарасатын адам жоқ. Кейбір кезде жолдасым жұмыс жоқ, 3 бала бар дегендей. Қыздар, енді енең жоқ болса, Алла тағала сенің күш қуатыңа қарап беріп тұрады бәрін. Алладан тіле, Алладан сұра, қызым. Көмекті де, жәрдемді де Алладан сұра. Күш қуатты да Алладан сұра. Жақсылық, бақыт, байлықты да Алладан сұраңдар, қыздар. Сонда Алла сендерді құр қалдырмайды. Когда сендер, ей Алла тағала жақсылығымды бере көр, жеңіліңмен бере көр, өмірімді жақсарта көр десең, барлығын қолдап қорғап тұрады, қыздар. Сондықтан енең жоқ болса, значит, сен күш қуатыңа қарап, онда күш қуат береді саған. Соң бәрін үлгеруге болады, қыздар. Былшырап, менде енем жоқ, не істеймін, мен сондаймын, ой, менің өмірім сондай қиын деп отыра бермеңдер, қыздар. Енең жоқ болса, енді басқа күш, значит, сенде күш қуатың көп. Енең жоқ болса, күш қуатың көп. Сондықтан басқалардан артық күш қуат сенде жетеді. Сондықтан потенциалыңды шығар, қызым. Менде анау жоқ, мынау жоқ деп жоқ нәрселерге не болмай, жоқ нәрселерге энергияларын шығара бермей, бар нәрселеріңмен рахат өмір сүріңдер. Зато көзің көріп тұр, құлағың естіп тұр, ұл десе ұлың бар, қыз десе қызың бар зато. Ал жұртта мысалы енесі бар, но баласы жоқ. Жұртта бір нәрсе бар, я басқа нәрсе жоқ. Бар нәрсеңе риза болып жүрсең, Алла тағала жоқ нәрсеңді де бере береді, жаймендеп. Сондықтан енді табысың жоқ болып жатса, Алла тағала табыс берер, Алладан сұра, Алладан тіле. Әр адамның нәсібесі бар. Ол сені аш қылып қоймайды Алла тағала бәрібір. Әлгі не айтқандай ғой, мал туғанда жаңа бір қозы туылса, бір жусан артық шығады, бір шөп артық шығады. Сондықтан қыздарым, барлық нәрседе Алладан шешімі бар. Аллада әрбір проблеманың өзінің шешімі болады, қыздар. Так что саспаңдар, бәрі де жақсы, өмір тамаша. Главный түрмеде